Ассалаумалейкум, қалдарыңыз қалай? Арнама қош келдіңіздер. Есімім Азия. Бүгін сабақта сіздермен алдыларыңызда көріп тұрғандай авокадо тоқуды үйренетін боламыз. Бұл жерде бұл авокадолардың косточкалары жоқ, бірақ сіздермен косточкамен тоқып үйренетін боламыз. Бізге бұл авокадоны тоқу үшін қажет болады ярнар джинс жібінің авокадоға қажет түстері менде хаки, жасыл және осындай қоңыр түсті жіптері қажет болады. 2 миллиметрлі крючок, ішін толтыру үшін холофайбер және қайшы қажет болады. Сабақты бастамас бұрын арнама тіркелмеген болсаңыз міндетті түрде тіркеліп, лайк, комментарий жазып, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Олай болса, бисмиллахпен бастаймыз. Жасыл түсті жібімізбен кольцо амигурумен жасап аламыз, яғни саусағымызға бір ораймыз. Жіптің қысқа бөлігі жіптің ар жағында, яғни сол қолымда тұр. Жұмыс жібіміз оң қолымда тұр. Осылай алдыңғы жағында. Осы кольцоның ішін айналдыра 6 столбик без накида тоқып шығу керек. Крючокты кольцоның ішіне кіргізіп, жұмыс жібін алып шығамыз. Осы жерге 1 столбик тоқимыз. 1, ары қарай 5 столбик, барлығы 6 столбик без накида болады. 2, 3, 4, 5, 6. Қысқа жібімізді тартып, кольцомызды бекітеміз. Осы жерден бізге маркерінің орнына жіп қажет болады. Маркер ретінде қолдануға басқа түсті жіппен осылай белгілеп отырамыз. Рядтың басталғанын және аяқталғанын біліп отыру үшін. Келесі рядта әр петляға 2 столбиктан прибавка жасап шығамыз. Бізде 6 столбик без накида болған болса, келесі рядта 12 столбик без накида болуы керек. Яғни бір петляға 2 столбиктан. Бір, екіншісін сол жерге, келесі петляға үшіншісін, төртіншісін сол жерге, келесі петляға бесіншісін, алтыншысын сол жерге, жетіншісін келесі петляға, сегізінші сол жерге, тоғызыншы келесі петляға, оныншы сол жерге, 11-ші келесі петляға, 12-ші дәл сол жерге. Ряд аяқталды. Ряд осы жіппен белгілеп қойған жерден аяқталады. Маркерімізді жылжытамыз. Келесі ряд бізде прибавка болады тағда. Прибавка, яғни 1, 2-ші петляны сол жерге, 3-ші петля келесі петляға, 4-ші петля келесі петляға, 5-ші петля сол жерге. Яғни прибавка, столбик, прибавка болады. Столбик без накида, келесі петля прибавка. 1, 2. Келесі петля столбик без накида, келесі петляға прибавка. Келесі петляға столбик без накида, келесі петля прибавка. Столбик без накида, прибавка. Және столбик без накида. Ряд аяқталды. Келесі ряд өзгеріссіз тоқып шығамыз. Барлығы 18 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Тура осылай тағы да бір ряд өзгеріссіз тоқып шығамыз, ешқандай прибавкасыз 18 столбик без накида бір қатар тоқимыз. Неке қыздар, бір қатар тоқып қойдым. Соңғы петляға
столбик жасау қалды. Бұл жерде соединительный столбикпен осы рядымызды аяқтайтын боламыз. Мінекей. Енді ары қарай 6 воздушный петля теріп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 воздушный петля тердік. Бір воздушный петляны қалдырып, одан кейін мынау тұрған петляға столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Мына жақта мына столбиктардың екі стенкасынан емес, тек бір стенкасынан алып тоқитын боламыз. Яғни сыртқы стенкасынан. Мына жақтағы стенка қалады мынадан. 1, 2, келесі петляға прибавка жасаймыз. 1, екіншісін сол жерге. Келесі петляға 2 столбик. 1, 2, келесі столбик. Келесі петляға прибавка. Яғни 2 столбиктан кейін прибавка. Прибавка. 1, 2, прибавка. 1, 2, прибавка. 1, 2. 2 столбик без накида тоқыдық. Ары қарай воздушный петлялардың келесі стенкасын тоқитын боламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Және келесі петляға мына төбесінде тұрған прибавка жасаймыз. 1, екінші петляны сол жерге. Рядымыз аяқталды. Осы жерден маркерімізді осылай мына жерге қойып аламыз. Жылжытып төбе жағына қарай. Келесі петляға прибавка жасаймыз. Яғни бірінші петляға 1, екіншісін сол жерге. Ары қарай узор бойынша 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, прибавка. Өйткені бізде мына жерде прибавка жасалып тұр. Енді 3 столбик без накида прибавка болады. 1, 2, 3, прибавка. Тағы да 3 столбик без накида прибавка. 1, 2, 3, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. Ары қарай 1, 2, 3. Прибавка жасамаймыз. 4, 5, 6, 7.
келесі соңғы тұрған 2 петля қалды. 7 петлядан кейін 1, 2, осы екеуіне прибавка жасаймыз. 1, екіншісін сол жерге, одан кейінгі петляға да прибавка. Рядымыз аяқталды. Келесі рядта авокадоның бас жақтарына прибавка жасамаймыз, тек мына жерлеріне ғана жасайтын боламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 столбик без накида, прибавка. 1, 2, 3, 4 столбик без накида, прибавка. 1, 2, 3, 4, прибавка. 1, 2, 3, 4, прибавка. 1, 2, 3, 4, прибавка. Бұл бізде соңғы прибавка, ары қарай ешқандай прибавка жасамай столбиктарды бір-бірден тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Соңғы тұрған 11-ші петляға соединительный столбикпен дәл авокадоның төбесіне келетіндей қылып бекітеміз. Бұл бізде келесі авокадоның ішін бітірдік, сыртын аяқтап екеуін біріктірген кезде қажет болады. Сол үшін дәл төбесіне аяқталатындай етіп бекітетін боламыз. Осы жерден жібімізді қиып аламыз. Бұл бізде авокадоның іш жағы. Енді сыртын толтырамыз. Хаки түсті жібімізбен тағы да кольцо амигуруми жасаймыз. Столбиктің ішіне, кольцоның ішіне 6 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кольцоны бекітеміз. Маркерімізді қойып аламыз. Бізде авокадоның қабығы сырт жағы ішін тоққан сияқты тоқылады, тек мынандай ойық болып тұрмайды. Мынау сияқты. Рядтың басында тұрған петляға прибавка жасаймыз. Яғни 6 рет прибавка жасаймыз. 12 столбик без накида болады. 1, екіншісін сол жерге, үшіншісін келесі петляға, төртіншісін сол жерге, бесіншісін келесі петляға, алтыншысын сол жерге, жетіншісін келесі петля, сегізінші сол жерге, тоғызыншы келесі петля, 10-шы сол жерге, 11-ші келесі петля, 12-шісі сол жерге. Ряд аяқталды. Келесі ряд тағы да прибавка болады. Рядты прибавкамен бастаймыз. Яғни 1, 2, келесі петляға столбик без накида,
келесі петляға прибавка, столбик без накида, прибавка, столбик без накида, прибавка, так, столбик без накида доходим, прибавка, столбик без накида, прибавка, столбик без накида. Ряд аяқталды. Келесі ряд. Так, 11-ші рядқа соединительный столбик жасап бекітіп аламыз. Одан кейін 6 воздушный петля тоқимыз. Дәл ішін тоққан сияқты 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кольцодан кейінгі, крючоктан кейінгі тұрған петля, одан кейінгісінен бастап столбиктер тоқимыз, яғни бір петля тастап. 1, 2, 3, 4, 5. Одан кейін 1, 2, прибавка, вот. 1, 2, прибавка. 1, 2, прибавка. 1, 2, прибавка. 1, 2, прибавка. 1, 2. Енді авокадоның жоғары жағындағы воздушный петлялардың екінші стенкасына тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Алтыншысына жоғары жақта тұрған петляға прибавка жасаймыз. 1, 2. Ряд аяқталды. Осы жерден маркерімізбен белгілеп аламыз. Келесі петляға прибавка жасаймыз, яғни бірінші тұрған петляға. 1, екіншісін сол жерге. Ары қарай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, столбик без накида, прибавка. Енді 3 столбик без накида, прибавка болады. 1, 2, 3, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. 1, 2, 3. Төрт, 5, 6, 7. Енді мына тұрған петляларға прибавка жасаймыз. Соңғы 2 петляға 1, екіншісі сол жерге, келесі петляға 1, екіншісі сол жерге. Прибавка жасадық. Осы жермен ряд аяқталды деп есептейміз. Маркер тұрған жерге 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 прибавка. Яғни авокадоның тек мынау жақтарына ғана прибавка жасаймыз. 1, 2, 3, 4 прибавка. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 11-сіне соединительный столбикпен бағана үшін тоққан кезде бекіткенбіз. Бұл жолы олай жасамаймыз, жалғастырып кете береміз. Бізге мына жерде стенкасын тоқу керек. Стенкасын 3 қатар тоқиды екенбіз. Енді ары қарай прибавка жасамаймыз, өзгеріссіз әр петляға бір столбиктан тоқитын боламыз. Маркерімізді алып тастасақ болады. Ары қарай өзгеріссіз ешқандай прибавка жасамай тоқитын боламыз. Тек рядты авокадоның жоғары жағынан аяқтаймыз. Үш қатар өзгеріссіз тоқып шығамыз. Ешқандай прибавка жасамай сол жерде кездесеміз. Мен 3 қатар тоқып болдым. Ешқандай өзгеріссіз әр петляға бір столбиктан тоқылды. Енді рядты төбесінен келіп аяқтайтын боламыз. Бағана айтқандай, осы жерге столбик, соединительный столбик жасаймын. Және авокадоның үш жағын алып, екеуін біріктіріп қосатын боламыз. Үш жағында осылай қаратып аламыз да, соединительный столбик жасалған жерден бастап тоқитын боламыз. Бұл жерде столбик без накидамен тоқимыз осылай. Бұл жерде ескеретін нәрсе, авокадоның іш жағы мен сырт жағының петлялары бір-біріне сәйкес келуі керек. Егер мен айтқан бойынша схемамен тоққан болсаңыздар, онда сәйкес келуі керек. Осылай әр петляға бір столбиктан екеуін бірге алып тоқитын боламыз. Сырт жағы және ішкі жағы. Мен ішін толтырғанға орын қалдырып, до конца тоқымадым. Осылай ішін наполнительмен толтырғаламыз. Қолдарыңызды осылай ішіне кіргізіп формасын шығарсаңыз, осылай кіретін болады. Енді қалған петляларды жабамыз. Тағы да дәл төбесінен соединительный столбик жасап, осы жерден бағын жасап аламыз. Мен 45 воздушный петля теремін. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 воздушный петля. Енді дәл сол төбесіне, сол петляға қайтадан кіргіземіз. Бір воздушный петлямен осылай бекітіп аламыз. Артық жібін қиып аламыз. Және иненің немесе крючоктың көмегімен арасына кіргізіп жібереміз. Косточкасын жасаймыз. Немесе осы күйінде қалдырсаңыздар да болады. Негізі авокадо косточкасымен әдемі көрінеді. Сол үшін косточка жасаған дұрыс. Кольцо амигурумен жасап аламыз қоңыр түспен. Және кольцоға 6 столбик без накида тоқимыз. Ең бірінші кезде авокадоның ішін тоққан кезде көрсеткен сияқты. 2, 3, 4, 5, 6 бекітеміз. Маркермен белгілеп қоямыз. Әр петляға прибавка жасаймыз. Яғни 2 столбиктан. Бір, екінші сол жерге, 3 келесі петля, 4 сол жерге, 5 келесі петля, 6 сол жерге, 7 келесі петля, 8 сол жерге, 9 келесі петля, 10 сол жерге, 11 келесі петля, 12 сол жерге. Ряд аяқталды. Келесі ряд тағы да прибавка болады. Прибавкамен басталады. 1, 2 сол жерге. 1 столбик без накида келесі петляға, келесі петля прибавка 1, 2 сол жерге. Келесі петля столбик без накида, келесі петля прибавка. Яғни прибавкалардың арасына 1 столбик без накида тоқып отырамыз бұл ретті. 1 столбик без накида, прибавка. 1 столбик без накида, прибавка. Соңғы 1 столбик без накида. Ряд аяқталды. Келесі ряд өзгеріссіз тоқылады. Барлық 18 столбик без накида. Өзгеріссіз 2 қатар тоқимыз. Рядымыз аяқталды. Келесі рядта убавка жасайтын боламыз. 1 столбик без накида тоқып аламыз. Келесі убавка жасаймыз. 1 петлядан алдық. Одан жанында тұрған петлядан аламыз. Крючокта үшеуін бірге. Келесі петляға столбик без накида. Келесі петляға убавка. Біреу. Екіншісінен үшеуін бірге. Осылай 1 столбиктен кейін убавка жасап отырамыз. Яғни 2 петлядан 1 петля жасау керек. Убавка. 1 столбик без накида. Убавка. 1 столбик без накида. Убавка. Рядтың соңына дейін осылай. 1 столбик без накида. Убавка. Осы жерден наполнительмен ішін толтырып аламыз. Неге ішін толтырып қойдым. Енді келесі рядты оқимыз.
келесі ряд бізде 6 рет убавка болады. Яғни рядтың соңына дейін убавка жасаймыз барлық петляға. Соединительный столбик жасап, соңғы петляға жібімізді қиып аламыз. Артық жіпті ішіне кіргізіп тастаймыз. Біздің косточкамыз дайын болды. Енді бұл косточканы авокадомызға ине жіптің көмегімен немесе ыстық клеймен жабыстырып, осылай орналастырып алатын боламыз. Осымен біздің авокадомыз дайын. Сабақ ұнаған болса, міндетті түрде арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Сіздің әрбір қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Келесі сабақта кездескенше, ассаламу алейкум.